Достар, таңғы 7:30 қала аралық тапсырыс. Қазір көрсетейін. Қарағандыға бірінші жолаушыны алып кетуге келе жатырмын. Достар, екінші адамды түсіріп жатырмын. Екі адамды алып келдім Қарағандыға. Қазір жабайық. Айтқанымша болған жоқ, не 14.660 теңге үстінен бонус қосылды. Сонда комиссияны барлығын алып салған кезде 14.660 бір бағытқа. Енді қайттан Астанаға тапсырыс күтеміз. Қарағандыға келдім, екі адамды түсірдім жаңа. Қайттан кері тапсырыс қабылдадым. Кері тапсырыс осындай қабылдадым. Қайттан Астанаға қазір. Әзірше барлығы жақсы. Қарағандыға алып келдім. Енді қайтар тапсырыста күшті түсті. Арасы бір 40 минут келгеннен кейін. Қазір енді соларды апарып тастасам керемет болады. Жанармай құю бекетіне кіріп беті қолымды жуып алдым. Бірақ жанармай құймадым. Себебі 4-тен 1-і ғана кетіпті бактың. Астанаға дейін жету керек. Достар, кешегі айтқаным осы ғой. Бірінші адам, жаңа мында екі адам болды ғой. Екі жол серік Астанаға. Соның біреу бас тартты, біреу ғана қалды. Енді біреуінді алып кететін болсам, бәрібір Яндекс қалған екі адамға, бармай қалған екі адам бар ғой, соларға бонус жібереді. Солардың ақшасын бәрібір төлейді. Сондықтан тапсырыс алған кезде, алдын ала тапсырыс алған кезде осындай бірнеше жол серігі бар, тапсырыстарды алғандарыңыз дұрыс болады. Достар, тапсырыс аяқталды. 2 сағат 23 минут уақыт кетті. Бір ғана жолаушы болды. Соны алып келдім. Енді қалғандары бонус келу керек тында. Қарайық. 14 мың болып тұрма. Үстіне қосылу керек. Қазір осы тапсырыстыка. Міне 29 мың болып жоғарылады. Яғни мен екі адамдық тапсырысты алдым. Үшіншісін іздестіріп жатырмыз деді. Соны екінші отмена берді. Бірақ адаммен келдім. Сонда да Яндекс үстінен төлеп берді. Қазір сағат 2:30, жарты күнде Қарағандыға барып келдім. 30 мың теңге жарты күнде көп па, аз ба, қалай ойлайсыздар достар?